Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қазір қалай? Жақсы, дұрыс есеп. Бағанағыдай емес, иә? Иә. Өте жақсы. Қайырлы кеш, тағы да дұрыстап бастайық. Мгм. Менің бүгінгі қонағым, құрметті менің оқырмандарым, менің бүгінгі қонағым жастар лигасы, көкпар жастар лигасының чемпионы. Қай жылғы еді? 2017. Одан кейін жылқышы, одан кейін Дәуке көкпар клубының атқарушы директоры. Үлкен рахмет, алғысым шексіз. Менің шақыруымды қолқамды жерге тастамай келіп отырсыз, және өзіңіздің бар білетініңізбен бөлісем деп, бұл үлкен нәрсе негізінде. Жалпы сол, мен курс жазам, аудиториям қазақша үйренгісі келетін кісілер, бірақ жоғарғы деңгейде сөйлеп келе жатқан кісілер енді өз деңгейлерімен тоқтап қалмай, ары қарай қазақтың ділімен, қазақтың өркениетімен, әрине жылқы туралы көп сұрайды, көп білгілері келеді. Тарихты оқыдым, материал өте көп, ютубты да қарадым, аңыз әңгімелер, ой қыруар. Қыруар дүние, бірақ практикада оның көбісі оларға керек емес. Практикада оларға не керек? Бір жаңағы жылқышымен кездесіп қалғанда, немесе дастархан басында отырған кезде әңгіме өрбіп жатса жылқы туралы. Одан кейін жаңағы таза қазақша сөйлейтін ортаға түскен кезде сол тақырып туралы олар әңгімені түсіне білу керек, әңгімені айта білу керек, жаңағы сұрақтар сұраса жауап бере алу керек деген сияқты. Практикада жалпы қазақ, заманауи қазақ жылқы туралы не білу керек? Мен сізге сұрағым сол. Қайырлы кеш баршаңызға тағы да. Рахмет тікелей эфирге шақырғаныңызға. Біз үшін бұл үлкен құрмет, үлкен мәртебе. Себебі бізде осы салада жұмыс істеп, қайтсек осы қалалық болып кеткен осы дәстүр, ұлттық спорт, жылқы болсын, бәрінен алыстап кеткен қазақтардың ұлттық рухын, ұлттық санасын ояту, жалпы осы көздеген мақсатымыз бір екен. Сондықтан да сізге келісім берген де себебім сол. Жалпы сіздің сұрағыңыз жылқы тақырыбында болғандықтан, жылқы туралы көптеген мәліметтер бар интернет желісінде шарлап жүрген. Бірақ заманауи қазақ басты нәрсені білу керек. Ол тарих, ол бүкіл әлем мойындаған. Ол жылқының ең алғаш қолға үйретілген және жылқының отаны болып саналатын ол қазақ жері. Оған тарихи де дәлел бар. Мына Ботай мәдениетін алсаңыз, 5000 жылдық тарихы бар. Оны бүкіл әлем мойындайды. Мен өзім осы Еуропа болсын, Еуропаның Лондон қаласында орталық музейінде болғанымда, сол жерде орталық Қазақстан жылқының отаны деп жазылып тұр. Өз көзіммен көрдім. Ол алғаш жылдарында барған азаматтар ол жерде жаңа Украина жері немесе оңтүстік Ресей деген мәліметтер тұрған болатын. Қазір Қазақстан деп ауыстырғаны ол тәуелсіздігіміздің жемісі деп білеміз. Жаңа біздің тарихымыз жаңа көптеген мәліметтер бар деп жатсыз, бірақ ол жаңа қазақта сөз бар ғой, отар елдің тарихы отарлаушының қолымен жазылады. Біздің көптеген тарихтарымыз негізі сол Еуропа болсын, бүкіл әлемнің жаңа тарихи мұраларында сақтаулы. Өйткені біздегі бар мәлімет тек
азғантай десек болады. Иә, бұған отырар кітапханасының жойылуы да, иә, айтып кетсек те болады. Ол да мүмкін, иә. Жалпы енді заманауи қазақ жаңа жылқы жайында не білу керек дедіңіз ғой. Ол кез келген қазақ атқа міну керек. Бұл кезде жаңа сіз айтпақшы, жаңа дәстүрге болсын, жаңағы тарихына деген құштарлық одан сайын артады. Себебі ол біздің генетикалық жад дейді ғой. Иә. Сода сақтаулы да, өйткені көрмеген азаматтар, қазақтар мысалға, сол біздің орталық, сол мысалы қаланың қақ ортасында, сол қаланың атқамының қол жетімді болсын деп, осы Бәуге көкпар клубы ашылған. Ол жаңа жастар көкпар лигасының жаттығу базасы болып табылады. Ол жерге келген бірінші рет мінген азаматтар, немесе қалада өсіп, тек қана жаңа парктерде жаңа прокатқа мініп, бір болмайтын жерде айналып келгенге мәз болмайды. Қазақтар біздің орталыққа келіп қазір көкпар шапқанда жаңа өзіміз таң қалып жатамыз. Ол не? Аттың үстінде түп анамыз, тарихымыз бәрі байланысты ғой. Жарты әлемді, бүкіл әлемді жаулап алғанымыз осы. Иә. Арқасында. Қажет болса, жаңағы оянған кезде, рух оянған кезде оқып түсініп алады дейсіз, ағылшын тілінде болсын, орыс тілінде болсын. Бірақ жаңағы қазақтың бергеніндей болмайды да, енді сіздер ортасында жүрсіздер. Ат терапиясы дегенде бар, жаңағы қаланың қазақтарына өте бұл керемет дүние. Және тек қана оған келеміз қазір ол тақырыпқа да. Сіз маған мына туралы айтып беріңізші. Сіздің қолыңызда болсын, я болмаса қазіргі Қазақстанда болсын, қандай тұқымдар бар? Жылқының қандай түрлері бар? Қазақстанда қазір бүкіл әлемнің тұқымдары бар. Еуропадан, бүкіл әлемнен, қазір Ресейден болсын, алыс жақын шетелдерден неше түрлі тұқымдарды Қазақстанға топ-тобымен әкеліп жатыр. Бірақ өзім бәйге саласында көп жүрдім. Мен әкемнің туған ағасы, көкем, сол кісі бәйге федерациясын басқарады Шымкент қаласында. Сол кісі кезінде Еуропадан, бүкіл жерден, Украинадан ағылшын тұқымын тасыған. Сол бәйге аттарды шаптырады. Сол кісімен бірге көп осы бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Бүкіл бәйгелерді аралап, Алматы облысы болсын, аймақтар бәйге қай жерде бар, сол жақта жаңа көкеммен бірге бәйгелерді аралап жүрдік. Сонда менде бір осы ізденіс болды, себебі әр бәйге сайын аттар өліп атады. Бұл раб емес пе деген секілді сұрақтар туындады да, бұның жауабы не деген секілді. Сөйтіп, ол шетелден келген аттардың бәрі біздің табиғатымызға, біздің жабайы табиғатымызға, суровый дейді ғой, соған бейім емес. Оған біздің бәйге болсын, көкпар болсын, ұлттық спорттың қай түрін алсақ та, оған тиімді, ғасырлар бойғы селекциядан өткен қарабайыр тұқымы. Біздің климатқа да, ыстығына да, суығына да әбден төселіп, ғасырлар бойғы 5000 жылдық тарихы бар қарабайыр жылқылары. Осы ұлттық спорттың қай түріне алсаңыз да, бәйгесі болсын, көкпары болсын, басқасын, енді басты осы екеуі жарамды, төзім. Қазір шетелдерден әкелінген жылқылар, біріншіден біздің климатқа үйренбеген, және олар аз шақырымға шабуға үйренген.
Негізі нағыз қазақ аламан бәйге 42 шақырымнан басталған. Ол да соғыс тактикасы деп білеміз, себебі әр 42 шақырым сайын бекеттер тұрған. Жау шапқанға кезде хабар алдыру үшін 42 шақырымға дейін ат шыдау керек шауып барғанға. Бекетке жетіп хабар беріп, ат ауыстырып арғы хабаршы кеткен. Үздіксіз тоқтамай, иә? Мүмкін адамдар ауысып отқан шығар, ол жайлы білмейміз. Көрдіңіз бе? Біз тарихты білмейміз ғой. Бізге бабаларымыздан ауыз екі жеткен қана мәліметтер бойынша біз ат үсті айтамыз. Ал негізі біздің тарихымыз өте тереңде. Тегін емес, өзіңіз айтпақшы. Бүкіл әлемді клубта жаңа өздеріңіз жұмыс жасап жатқан Дәукей клубында осы Қарабайыр жылқылары ма? 99-да 9% Қарабайыр. Бір ғана Қарабайыр шатыс жылқы бар, полукровный деп қазір адамдардың аузында айтылады. Спартак деген жылқымыз ғана бар. Жарты. Өте жақсы. Бұл мен үшін үлкен қуанышта осындай сізбен бірге шығып отырып, және осындай ақпарат ала алғаным. Себебі білдіңіз бе, кітаптарда жаңағы айтып отқан ғаламторда тұқымдардың түрлері өте көп, ал практикада Қарабайыр ол өте тиімді болып тұр сонда ұста. Ол тегін емес, Қарабайыр 99% сіздің қолыңызда болғандығы. Енді осы Қарабайыр туралы айтайық онда. Оны сипаттап беріңіз. Оның мінезі қандай, түрі қандай, аяғы қандай, ұзын ба, қысқа ма, жалпы тұқым туралы әңгімелессек. Енді Қарабайыр тұқымы, ол жаңа айтып отырмын ғой, өте төзімді, өте осы қазақтың мінезіне бүкіліне ыңғайланып, тарихы бар, өзінің тарихы бар, ғасырлар бойғы селекциядан өткен тұқым. Біздің алысқа бармай ақ қояйық, жаңа тарихи мәліметтерде Қарабайыр жылқысы, өзбек жылқысы басқа деп, қазақтық емес деген секілді сондай әңгімелер айтылады, алып қашпа. Бірақ Қарабайыр жылқысына, мысалға, алысқа кетпей, Абай атамызды алсақ, Абай атамыз мықты сәйгүліктерге мінген, мықты аңшы болған ол кісі. Сол кісі толық өлеңмен жатқа айта алмаймын, бірақ бұлай басталады. Қарабайырдың характеристикасын іздегіңіз келсе, Абай атамыздың шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ, бөген қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы деп жалғасып кете береді. Мен толық білмей тұрмын, ұмытыңқырап тұрмын. Керемет, иә. Бүкіл сипатын, Қарабайырдың сипатын Абай атамыз сипаттап беріп кеткен. Сондықтан біз жалпы қазақы тұқымдарды жаңа көшім дейді, жабы дейді, мұғалжар дейді. Бөлек жаңа бізде тұқым көп деп айтып жатыр ғой, иә, қазақ жылқыны бірақ былай бөлген. Ет пен сүтке бір бөлек, мініс тұқым сәйгүлікті бір бөлек. Жаңағы жабы тұқымдас болса, қазақтікі тек қана жабы деп айтылады ғой. Ол бірақ қате ұғым, қате пікір. Нағыз қазақтың мініс тұқымы ол Қарабайыр, Қазанат дейді. Қазақта жақсы сөз бар. Қанат қара жолда қалдырмас, қара жолда қалдырып қанатыңды талдырмас дейді. Осы сөздердің бәрі өлең жолдары болсын, тегінен шыққан жоқ. Ол мықты төзімді жылқы болған деген сөз. Қарабайыр, Қазанат деген ол Қарабайырдың ішіндегі ең үздігі. Ең жаңағы сәйгүлік ішіндегі. Ет пен сүт үшін нетілген. Не дейді ғой? На количество ұстаған оларды. Ет пен ал Қарабайырдың селекциясы бөлек жүрген. Өте жақсы. Жаңағы көкпарға, осы ойынға, ұлттық ойынға
жарайсың. Қай жастағы қарабайырлар жақсы? Және жылқының жасын қалай анықтайсыздар? Оны бірақ кез келген қазақ біледі деп ойлаймын. Себебі жаңа туғанда құлын дейді, одан кейін 1 жасқа толғанда тай дейді, 2 жаста құнан, 3 жаста дөнен, 4 жаста 5-ке шығар 5-ті дейді. 5 жасар 5-тін айтады. Сәурік деп жатады. Әр түрлі ұғым бар, бірақ ол бүйтіп пікірталас тудыратын не емес. Жоқ, осы жасын, малдың жасын түсіне қарай біледі ма? Қалай біледі? Қарап та білетін неше түрлі сыншылар бар. Біз енді бір біліміміз керемет деп айта алмаймын. Түсіне қарап, мысалы, мен ажырата алмаймын. Бірақ жалпы сәйгүліктің түр-түсін, сипатын анықтай аламын десем болады. Бірақ небір оңтүстік өңірлер сыншылар атты жаңа танитын. Өте жақсы. Осы орайда, егер де біздің қарап отырған оқырмандарымыздың сұрақтары болса, алып қосарлары болса, айтып жазып отырса деймін. Естеріне салып кетейін. Аттардың суреті қарап отыр. Келесі осы мысалға енді курста жазып келе жатырмын деп өзім ойлап келе жатырмын да, қазір мысалға тарихты айттым, дәстүрді айттым, мысалға қандай мақсатпен қолданылғандығы туралы айттым, және тұқымдар туралы, қарабайыр туралы. Мен түсіндім, қарабайыр туралы өте көп әңгіме болады бұл курста, және көп ізденісті осы төңірегінде жасаймын. Себебі сіз қазір заманауи адамсыз, қазір қолда ұстап жатқан жаңағы клубта сіздердің осы жылқылардың көбісі осы қарабайыр дедіңіз. Жалпы табиғатқа да шыдас береді, біздің жаңағы ауыр климат дедік қой, құрғақ, бізде құрғақ көбінесе, ал Европада теңізден келген әрине шыдамайды олардың жылқылар біздің табиғи жағдайға. Енді жалпы соғым мысалға дейміз, соғымға қандай нелер, жылқының түрлері таңдалынады көбінесе, және жақсы соғымды қалай анықтауға болады? Қазір бір біздің қателігіміз бір шетінен сорымызға қарай дегендей. Қазақ тек қана жылқы десе қазы елестейді ең бірінші. Бірақ бір дос, жылқыны бауыр, қасиетті жануар ретінде қарамай, кішкене сол асқазан жайымыз бар. Бірақ ол да жақсы. Етті тұқым көбейіп келе жатыр. Етті тұқымның селекциясына біздің Қазақстанда 5-теге баға қойар едім. Себебі, мен кіммін баға қоядым, бірақ өзім бір болу үшін. Себебі қазір Боңалжар деген тұқым бар, неше түрлі тұқымдар көбейіп кетті ғой. Тұқымдардың ішінде, жабының ішінде Моғолжар тұқымы ол ең мықты қазы беретін тұқымдардың бірі бірегейі болып тұр. Жабының селекция жасалмай, кішірейіп, түрі ұсқынсыз болып, не ет бермейді, не қазы бермей, сондай саны бар, сапасы жоқ болып жүрген қаншама шаруа қожалықтары бар. Селекциямен айналысып отқандары да бар. Жаңа соғымдыққа таңдалып алған жабының ішіндегі асылы ол Моғолжар деген тұқым. Мен өзім қазысы табан береді десем қателеспеймін. Себебі ол жаңағы қазының шегіне салуға да келмейді, оны былай май күйінде қоя салады. Бұл курс болғандықтан бұл туралы да әңгіме қозғалады, және саумал туралы да,
сосын жаңағы емдік медицинада қолданылатындығы туралы, одан кейін терапия, мысалға психологиялық тұрғыдан адамға өте сондай күш қуат береді, одан кейін иммунитетін көтереді, жалпы өмірге құштарлығын арттырады. Топырақтан жаратылған адам, топырақ жерге бәрін сіңіріп алады ғой. Сол қасиет адамдарда да бар. Дауысың бар? Адамдарда да бар. Не жесек, ненің ортасында көп жүрсек, соған ұқсаймыз, және жылқы мінезді қазақ деген сипаттама бар. Содан қалған деп ойлаймын. Жылқы жалпы, жылқының сәйгүлігі болсын, тұлпары болсын, олар өте намысшыл келеді. Бірінші орын алмаса, жаңағы тұрмай қоятын жылқылар да бар орындарынан. Сондай оқиғаларды естіп, әрине біздің жерімізде сондай аңыз әңгімелер өте көп екен. Оны көз жасын алмай тыңдап, я болмаса оқу мүмкін емес. Және сол жылқы мінезділігімізден арылмау керекпіз деп ойлаймын өз басым. Бұны насихаттау керек, келесі ұрпаққа болсын. Естіле ма даусым? Иә, естіледі. Жаңа сіз адам не жейді дегеннен кейін сол бір ұмытып қалмай тұрғанда кешірім сұраймын сөзіңіз бөлгеніне. Айтып тұрмын, иә, біз қазақ расымен де тек жылқының етін жеп және қойдың етін жегенбіз. Ол адам не жесе сол деген сөзіңіз қатты ұнап қалды. Себебі жылқы мінезді болып жылқының етін жедік, қой мінезді болып біз сабырлы деп жатады. Негізі ол сабырлы, шыдамды, төзімді деп айту қиын. Ол негізі нағыз батыр қой дейді да. Соңғы демі қалғанша ол басқа жануарлар сияқты емес, тыпырламай көніп жата береді дейді. Ол өлімге тіке қарайтын жануар дейді. Батырлығы сондай. Ол басқа нелер секілді жаңағы нетпейді. Бауыздайын деп жатқан кезде тыпырлап жаңағыдай мінезін көрсетпейді. Ол жаңағы сабырлы, жаңағы қой мінезді қазақ сабырлы деп жаңағы еңсесін басу үшін айтылған сөз. Саяси астаралды. Негізінде ол өте батыр. Себеп өлімге тіке қарай алатын жануар да. Бұлқын бар естен. Сондықтан қазір сиыр еті ол жаңағы кедейдің қолы деп айтылған, жағдайы нашар адамдар ғана жеген деп айтылады. Себебі пайда азырақ қой мен жылқының етіне қарағанда. Пандемия кезінде де өзі мысал ретінде құйрық май бір адамға ем болды. Иә. Қазының майы десек. Қазының майын, құйрық майды жаңағы сиырдың етін жейтін кедей-кепшіктер дәрі ретінде үйінде ұстаған деседі. Интересно. Сөз айтқаныңыз қосып кетіп жатқаным ғой. Адам не жесек, расымен сондай. Қазір енді стейк дейміз, басқа дейміз. Сиырдың еті арзан және қолжетімді болғандықтан жеп, көбісі бұқаланып өткен жайы бар. Көшеде көрсем, кім ерегіс, бір керемет роликтен көріп қалғанда айтады ғой, жаға жыртысып жатқан екі қазақтың баласы жолды бөлісе алмай деп. Ол расымен де ол мінезге әсер ететін, не жесек те әсер ететін жайы бар. Сондықтан әр қазақ мені жалғызым деп не жегенімізге, не ішкенімізге көңіл бөлейік, адалынан жеуге көңіл бөлейік деген секілді ғой. Иә. Сіздер сол жастарды, ер азаматтарды атқа отырғызып, рухын оятып, қазақыландыру жағын ойлап жатсаңыздар, мен қатарға әйтеуір бір кісіні болса да қазақша сөйлетсем, менің қосқан үлесім деп, осы жылқыға деген махаббаттарын оятып, міндетті түрде Дәукей клубына шақырамын, және курсымда Дәукей деген тақырып бар. Данияр мырза оны жақсы біледі. Барлығы жақсы көреді, сұрайды. Сосын сұрақтар бар мынандай аудиторияның. Тек қана ер азаматтар бару керек па, немесе әйел адамдар барса болады ма, балаларымызды алып барсақ болады ма дейді. Қай жастан қабылдайсыздар, сол туралы ақпарат берсеңіз. Біз Дәукей көкпар клуб
тарихына кішігірім тоқталып кетейік. 2018 жылы құрылысы басталды. Жастар көкпар лигасының жаттығу базасы ретінде құрылды. Басшылығы, құрылтайшылары бәрі бір адам, бірақ Дәуке көкпар клубы мен Жастар көкпар лигасы екі бөлек жоба болғанымен егіз ұғым. Жастар көкпар лигасының жаттығу базасы Дәуке көкпар клуб. Ол 2018 жылы құрылысы басталып, 2019 жылы тамыз айында жұмысқа кірістік. 2020 жыл жаңа пандемия басқасы бар дедік. 2020-ны санамағанда бір жылдан аса уақыттың ішінде біз алыс жақын шетелдерден, Франция мемлекетінен, Қытай, Ресей, Малайзия, Біріккен Араб Әмірлігінен қаншама қонақтарды қабылдап үлгердік. Келіп атқа мініп, орталықпен танысып, тарихымызбен танысып, біздің міндетті түрде келіңіздер, бәріңіз шақырамыз. Біздің орталығымызда жаңа тарихи жәдігерлер бар. Оның атап айтсақ, Абай атамыздың ері, өзінің жеке ері біздің орталықта тұр. Тарихи жәдігер мақтанышымыз. Және Евгений Ланцаренің бірнеше туындылары жылқыларға байланысты. Оның көшірмесі, оригинал Мәскеу қаласының Третьяков музейінде тұр деген секілді. Сондай тарихи жәдігерлеріміз бар. Сондықтан ер адам, әйел адам, ұлты, нәсілі, жынысына қарап бөлмейміз. 5 жастағы баладан 80 жастағы қарияға дейін қабылдай береміз. Сондықтан барлық шақырамыз, келіңіздер, қонақ болып кетіңіздер. Бұл айтады. Үлкен рахмет. Кішігірім ол жерде салт дәстүрлерді ұйымдастыруға болады. Мысалға, балдарын апарып ашамай деп жатады ғой, атқа отырғызып, сол жерде видеоға түсіріп дегендей іс-шараларын кішігірім өткізуге болады. Әрине. Үлкен рахмет сізге. Жалпы өзіме қажетті деген ақпараттарды алуға тырыстым, бірақ жылқы тақырыбы мен айтқандай ол үлкен кең ауқымды тақырып, және айта беруге өте уақыт талап ететін өте үлкен тақырып ашылды деп айта алмаймын толық, бірақ мен өзіме керекті, қажетті, кілтті ақпараттарды алдым деп ойлаймын. Бізді тыңдағандарыңызға рахмет, сізге үлкен рахмет, Данияр мырзаға рахмет, сіздің адресіңізді берген, өзіңіздің парақшаңызды берген маған. Әлі де алда егерде сұрақтарым болса, сізге хабарласып, жекеге немесе тікелей эфирге шығып дегендей бірге осы аудиториямен білгенімізбен бөлісе жүрейік деген ниеттемін. Әрине. Үлкен рахметімді білдіремін. Рахмет сізге де. Осындай тікелей эфирге шақырып, өте өзекті ауқымды мәселені қозғағаныңыз үшін. Әркім, мысалға, көкпардың дамуына болсын, рухты ояту үшін бәріміз көкпар клубы ашуымыз керек па деген секілді сұрақтар қояды. Жоқ дейміз да, себебі әркім өз дәрежесіне ұлтына қызмет етсін. Бір майда нәрсе болса да, мысалға, өз дәрежесінде ұлтқа қызмет ете алады. Қарапайым дұрыс айтасыз. Тілімізде, ана тілімізде сөйлеп жүрген ол үлкен не? Ұлтқа деген тілімізден басқа. Әркім шаман шарқысына қарай дейсіз ғой, қосыламын. Және әркім өзінің жұмысы негеде, әркім өзінің саласында мықты болса, барлығы жақсы болады. Бізде барлық салада жақсы болады, экономикада дамиды деген сияқты әңгіме. Әр қазақ өзінің ең жақсы нұсқасы болуға тырысу керек. Және қазір 21-ші ғасыр, білмейтінімізді біліп үйренуге ұялмай керек. Мен мысалға жылқы тақырыбында маман емеспін. Сол себептен мен сізді шақырып, өтініп, маған айтып беріңізші деп, өзім ауылдан шыққан болсам да жылқыны қасынан қашып өтетінбіз. Сол себептен сізге үлкен рахметімді айтамын. Балам асықтырып тұр мені. Рахмет, жақсы сұхбат болып деп ойлаймын. Пайдалы. Бір минут, Альмир. Баршаларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Қайырлы кеш барлықтарыңызға.